Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде мастикамен жұмыс. Жалпы қалай жұмыс жасау керек, сол жайлы қысқаша түсіндіргім келіп тұр. Біріншіден мастиканы ашпас бұрын қолымызды жақсылап жуамыз, яғни қолымыз таза болу керек. Перчатка кимесеңіздер болады, өйткені перчаткамен ыңғайсыз. Мастикаға мен осы виолет мастикасын аламын үнемі. Мына жерде жазылып тұр виолет. Ақ түсі. Өте ыңғайлы ақ, өйткені керек түсті өзіңіз сосын краситель қосып жасап аласыз. Және де міндетті түрде жұмыс істеу үшін мастикамен мынандай құралдар керек. Яғни әртүрлі фигуралар жасау үшін, мүсіндерді жасау үшін міне осындай құралдармен тез жасалынады. Және де молдтар болады. Молдтар дегеніміз, яғни осының ішіне мастиканы салып, керек оюын салып, тортты әсемдеуге. Мынандай молд болады, мұнда әртүрлі фигуркалар бар. Мынау нәрестенің молды, ішіне мастиканы салып, қырқына шығару деген кезде осыны пайдаланса болады. Және де молдтан басқа мастиканы басып шығаратын пластмастан жасалған формалар болады. Мастика кіргізіледі ішіне, және бұлай итергенде ол шығады сыртқа қарай. Міне оның әртүрлісі бар. Енді оны кулинарный дүкендерден кәдімгі бар, өзіңіздің таңдауыңыз бойынша алсаңыз болады. Мына жерде әріптер. Бұл әріптер, яғни тортты әсемдеуге, керек сөздерді жазғанға, атын жазуға өте ыңғайлы. Бұл жерде де міне мастиканы ішіне кіргізіп итересіз, итергенде өзі шығады бетіне қарай. Мынауды, яғни бастырып шығару үшін арналған формалар. Әртүрлісі бар. Және пищевой фломастер. Бұның бәрі пищевой фломастер. Мастиканың үстіне керек сөздеріңізді, туған күн иесін, құттықтау сөздерді оңай жазуға болады. Фломастердің пищевой түрі бар. Мендегі осы енді. Мынау мен алдында пайдаланған мастикалар. Бұл жерде көк түсі және розовый түсі бар. Болғаннан кейін міндетті түрде пакетке салып қойсаңыз, бұны кейін де қолдана бересіз. Міне жаңа мастиканы ашып көрсетейін сіздерге. Өзіңізге керегін ғана кесіп аласыз. Бірден пакетпен жауып қою керек, өйткені кеуіп кетеді. Роза гүлін қалай жасау керек екенін көрсеткім келіп тұр. Мұнда домалақ қылып үлкенін, кішісін орташа кесіп аласыздар бірдей. Және арнайы мастикаға арналған құралмен шеттерін әдемі узор жасап басып шығасыздар. Кейін бәрін бір-біріне қосып, салқын жерге не холодильникке қойып қойсаңыз, ертесінде қатып әдемі болып тұрады. Мынау нәресте жасайтын молд. Толығымен ішіне мастиканы саламыз. Холодильникке салып қойсыздар, міне осылай дайын болып шығады. Мына молдта холодильникке қоюдың қажеті жоқ. Бірден салып болғаннан кейін жақсылап кіргізіп, ішіне артығын алып тастаймыз. Бірден ала берсеңіздер болады, дайын, әдемі ою шығады. Мына жерде енді пищевой фломастермен қалай жазу керек екенін көрсетейін.
кәдімгідей түзу қылып сызбасаңыз болады, егер қисық болып кетеді деп қорықсаңыз, не бірден жаза берсеңіз болады. Міне бәрін дайындап қойдық алдын ала. Мұнда нәресте менде тапсырыс бойынша жасалды. Яғни 3 қыз, 1 ұл, 4 нәрестені жасадым. Мына жерде қыздың бас киіміне енді өздеріңіз әрлесеңіздер болады. Мен әдемі моншақты қойдым бас киіміне. Бір күн бұрын дайындап қойсаңыздар, ертесінде торттың үстіне қоя саласыздар. Мына роза гүліміз. Мұнда дүниеге келген күні, айы, жылы жазылған. Енді тортымызға қоюды көрсетейін. Біріншіден мастиканы жабыстыру тек қоя салуға болмайды. Міндетті түрде нейтральный гель деген сатылады. Соны жабыстырып шығасыздар кисточкамен. Оның үстіне барып мастиканы қоясыздар. Сол кезде бір-біріне жабысып жақсы тұрады. Мына дайындаған өрнегіміз. Мұнда бізде нәрестені дәл қоя салмаймыз. Бірінші былай қойып өздеріңіз түзу ма, қисық па көріп аласыздар. Одан кейін нақты көзіңіз жеткеннен кейін дәл сол орындарға алып нейтральный гельді жағып қайтадан қойып шығасыздар. Әр баланың тұсына мен қай жылы дүниеге келген сол жазылған сандарды қойып шықтым. Анашым деген сөзді жатқызғаннан гөрі тұрғызған дұрыс болар-ау деп, кәдімгі зубочистканың арасына салып тұрғызып қойдым. Енді ол сіздердің қиялдарыңызға байланысты, өз еріктеріңіз қалай қойсаңыздар да. Және жан-жағын, шеттерін кондуринмен сызып шықтым. Өйткені ақтың үстіне ақ лентамыз көрінбей тұр. Кондуринмен жағып шығып едім, ерекшеленіп, бірден жақсы көрінді. Торттың жиегін түгел жағып шықтым. Және де мына санда жазылған жұлдызшаларды гүлдердің жан-жағын кондуринмен жағылды. Енді жалпы мастикамен жұмыс істеу өте қиын емес. Тастарды да міндетті түрде нейтральный гельді жағып барып қоясыздар. Әйтпесе тұрмайды, ол түсіп қалады. Міне мастикамен дайындалған тортымыз, біздің молочная девочка торты дайын болды. Ең бастысы сіздің жасауға деген қызығушылығыңыз болса, жасау оңай болады деп ойлаймын.